Баяғыда ағалы інілі екі аяз болыпты. Қыс бойы олар жер шарды шарлап, қыдырғаннан басқаны білмейді екен. Бірде інісі ағасына: "Көк мұрын аяз аға, бұл жұртты суыққа үсірсек қайтеді" дейді ерігіп. "Несі бар? Қызыл мұрын інім, халықты тоңдырып бір рахаттанайық" деп құптайды. "Ал кеттік, жолда біреу кездесіп қалар" дейді. Ермек іздеп аттанған екеуі бір кезде ат тұяғының дүбірін естиді. Бұл шанасын атына жегіп, қалаға қарай бағыт алған бір бай саудагер мен орманға отын әкелуге бара жатқан кедей еді. Қызыл мұрын аяз: "Өзінің киімі жұпын екен, қолғабы да жыртық. Мен оны тез-ақ аязға үсіремін. Ал саудагерге сен бар, менің оған шамам келе қоймас" деп кедейді таңдайды. "Айтқаның болсын" дейді де көк мұрын аяз саудагердің соңына ілеседі. Кешкісін ағайындар тағы да кездеседі. Көк мұрын аяз көңілді. Қызыл мұрын одан: "Не, саудагерді үсіре алдың ба?" деп сұрайды. "Иә" дейді көк мұрын аяз. "Қалай үсірдің?" деп таң қалады інісі. Ағасы мақтанып: "Алдымен тонын, сонан соң малақайын, тіпті етігіне дейін шешіп алдым" дейді де енді інісінің әңгімесін тыңдамақ болып: "Ал сен кедейді қатыра алдың ба?" деп сұрайды. "Мен емес, ол мені қатырып кетті" дейді қызыл мұрын күрсініп. Жолда ызғарлы желімді үрледім. Кедей шанасынан түсіп жаяу жүре жөнелді. Бұл жағдайда оны тоңдыру мүмкін емес болды. "Қап бәлем, тоқтаған кезде көресің" деп ойладым. Бірақ ол орманға келісімен балтасын алып ағаш жара бастады. Қимылдаған сайын денесі қызып, сырт киімін шешіп тастады. Тіпті жыртық қолғабын да лақтырып жіберді. Содан соң мен шешкен киімдердің ішіне жасырынып алып едім. Ол жұмысын бітірген соң қатып қалған киімдерін кимей мені ағашпен оңбай ұрғылады. Бүйіріме оңбай соққы тиді" деп қызылмұрын сөзін аяқтады. Болған оқиғаны асықпай тыңдаған ағасы: "Иә інім, бұл сен үшін үлкен сабақ. Балтаның тоннан да күшті жылуы бар екенін есіңде сақтарсың" депті. Осымен ертегіміз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Егер сіздерге ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, арнамызға жазылыңыздар.